Армысыздар, құрметті көрермендер және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Шымкент қаласының өңірлік коммуникациялар қызмет алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз конференциямызда заңсыз ойын бизнесі мен күрес нәтижелері туралы болады. Бүгінгі медиа алаңымыздың спикерлері Кулбаев Санат Жұмабайұлы, Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті басшысының орынбасары. Тұрғынбай Дәурен Бөрібайұлы, Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басқарма басшысының міндетін атқарушы. Қош келдіңіздер, құрметті спикерлер. Алғаш сөз Санат Жұмабайұлы өзіңізге беріледі. Рахмет, құрметті әріптестер, құрметті брифинг қатысушылары. Бүгінгі брифинг тақырыбы заңсыз ойын бизнесіне күрес нәтижелері. Рұқсат болса, сіздерге 2023 жыл мен 2024 жылдың департаментімен атқарылған заңсыз ойын бизнесіне осы тақырыпқа қатысты баяндама оқысам. Біздің орган экономика және қаржылық құқық бұзушылықтарды ашу, алдын алу, анықтау және тергеумен айналысады. Департаменттің негізгі бағыттарының бірі қала аумағында заңсыз ойын бизнесімен күрес жүргізу. Бүгінгі статистикада 2023 жыл мен 2024 жылдың 9 айындағы атқарған жұмысқа тоқталам. 2023 жылы 13 қылмыс, ал 2024 жылдың 9 айында 7 қылмыс анықталды. Осы слайдта көрсетілген, көрсеңіздер болады. Анықталған 7 қылмыстың 5-еуі сот қарауына жолданып, айыптау үкімдері өз күшіне енген. Ал өткен жылдың 13 істің 10 сотқа жолданған болатын. 7 қылмыстық істің 4-еуі Instagram, TikTok желілерінде онлайн режимде ойнатылған. 2023 жылдың 13 адам заңсыз ойын бизнесімен ұйымдастырғаны үшін сотталған. Оны бас бостандығынан шектеу жазасына тартылған. Бір тұлға қоғамдық жұмыстарға тартылса, 2 тұлға әкімшілік айыппұл төлеген. Ал осы жылдың 9 айында 13 адам осы қылмысты жасаған үшін сотталып, сотпен айып үкімдері шықты. Оның 4-еуіне бас бостандығынан айыру жазасы, 9-ына бас бостандығынан шектеу жазалары тағайындалды. Осы жылы қылмыстық істер бойынша істер аясында 18 ойын аппараттары, ноутбук пен компьютерлар, ойын карталары, фишкалар тәркіленіп, заттай дәлелдеме ретінде танылған. Сот үкімдеріне сәйкес компьютерлік техникалар мемлекет есебіне өткізілген, ал ойын аппараттары жойылған. Мысалға, департамент пен Instagram әлеуметтік желісі арқылы заңсыз лотерея ұйымдастыру фактісі анықталған. Қала тұрғыны лотереялар мен лотерея қызметі туралы заңның талаптарына бұза отырып, тиісті лицензиясыз заңсыз пайда табу мақсатында 2 аккаунттан тікелей эфирде лото ойнатқаны анықталды. Лотерея ұтысы ретінде Toyota Land Cruiser Prado маркалы автокөлігі, Samsung, iPhone, Redmi смартфондары, зергерлік бұйымдар және тұрмыстық техника қойылды. Аталған заттар тәркіленіп, заттай дәлелдемелер деп танылды. Сонымен қатар ол лотерея билеттерін сату бойынша белсенді жарнаманы жүзеге асырған. Сатылған билеттерді түскен қаражатты өзінің карт шотына және туыстарының шоттарына жинаған. 2023 жылы 10 қыркүйектен 29 қарашаға дейін сатылған билеттерден түскен қаражаттың жалпы сомасы 96 миллион теңгеден асты. Сот үкімімен азамат кінәлі деп танылып, оған 1 жылға бас бостандығына шектеу түрінде жаза тағайындалды. Біздің агенттікпен цифрлық даму инновациялар министрлігімен бірлесе атқарылған жұмыстар нәтижесінде заңсыз веб-сайттарды және парақшаларды бұғаттау мүмкіндігі берілген. Бұл мүмкіндік кибернадзор жүйесі арқылы жүзеге асырылды. Осы жұмыс нәтижесінде жыл басынан 600-ден астам заңсыз ойын бизнесі веб-сайттары және әлеуметтік желідегі парақшалары бұғатталды. Сонымен қатар казино ойын автоматтары, залдары, букмекерлік кеңселер мен тотализаторлар тек Алматы облысында Қапшағай су қоймасының жағалауында және Ақмола облысының Бурабай ауданында жергілікті атқарушы органдар аймақтарында атқаратын орналастыруға жатады. Негізінде Қазақстан Республикасының ойын бизнесі туралы заңнамасы Конституция мен 2007 жылғы 12 қаңтардағы ойын бизнесі туралы заңмен реттеледі. Осы заңның 15 бабында ойын мекемелеріне букмекерлік кеңселердің немесе тотализаторының кассаларына келу тәртібі мен ерекшеліктері көрсетілген. Атап айтқанда төменде көрсетілген адамдарға құмар ойындарға немесе бәс тігуге тыйым салынған. 21 жасқа дейінгі жеке тұлғалардың құмар ойындарға бәс тігуге қатысу шектелген. Борышкерлердің бірыңғай тізілімдегі адамдарға тыйым салынған.
мемлекеттік қызметкерлер, әскери қызметшілер, құқық қорғау органы қызметкерлері. Президент ұлттық құрылтайда лудоманиямен күресті кешенді жоспарын құруды тапсырған. Үкіметтің 2024 жылғы 31 мамырдағы қаулысымен заңсыз ойын бизнесімен лудоманияға қарсы іс-қимыл жөніндегі 24-26 жылдағы арналған кешенді жоспар қабылданды. Қазіргі уақытта елімізде 26 ойын бизнес субъектілері, оның ішінде 6 казино, 9 ойын автоматтары, 11 букмекерлік кеңсе жұмыс істейді. 2020 жылы букмекерлік кеңселер мен тотализаторлардың кассалары Алматы облысы Қапшағай су қоймасы жағалауында Ақмола облысы Бурабай ауданына орналасқан аймақтарында шығарылды. Мемлекеттік бақылауда күшейту нәтижесінде 2021 жылдан бастап 36 ойын мекемесі, оның ішінде 28 букмекерлік, 6 тотализатор және 2 ойын автоматтары залы лицензия айырылды. Кешенді жоспар шеңберінде мынандай көрсеткіштер қол жеткізу жоспарланған. Лудомандар санын 350 мыңнан 201 мың адамға дейін азайту, 2024 жылы 35 мың, 2025 жылы 63 мың, 2026 жылы 50 мың 400 адамға дейін. Лудомандар мемлекет есебінен тегін емдеу және медициналық әлеуметтік оңалтумен қамтуды 13-тен 300 адамға дейін ұлғайту. 2024 жылы 50 адам, 25 жылы 150, 26 жылы 300 адам. Бұғатталған интернет казинолар мен заңсыз букмекерлік сайттардың санының 4500-ден 7722-ге дейін көтеру. 2024 жылы 450, 25 жылы 990, 26 жылы 1782-ге дейін арттыру. Барлық іс-шаралар мемлекеттік органның қолданысындағы бюджеттік лимиті шеңберінде және бюджеттік тыс қаражат есебінен іске асырылатын болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы лудомания немесе құмар ойындарға тәуелділікті ресми түрде патологиялық тәуелділік деп таныды. Құмар ойындарға тәуелділік біздің республикамызда таралған. Статистикаға сүйенсек, лудомания мен құмар ойындарға тәуелді адамдар саны 350-ге жуық. 350 мыңға жуық. Олардың көпшілігі жасөспірімдер. Қазақстан Республикасының азаматтары, резиденттері мен құмар ойындарға және бәс тігуге қатысудан өзі шектеу жөнінде қызмет автоматтандыру жұмысын аяқталған. 2024 жылы наурызынан бастап еліміздің азаматтары мен ел аумағында тұратын шетелдік егов мобильді қосымша арқылы құмар ойындарға қатысудан 6 айдан 12 айға дейін мерзім ерік түрде шектеу өтініш бере алады. Бүгін күні елімізде көрсетілген қызметтің 110 мың астам адам пайдаланады. Мынау егов қосымшасы осы жақын арада бізге енгізілген. Осы қосымшаға біз Қазақстанда өз еркімен адамдар өзін қазіргі кезде бұғаттауға болады, блокировка салынады. Бұл қазіргі егов мобайлдағы қосымшада блокқа қойылғаннан кейін біраз ата-аналардың өзін балаларын қадағалауға, шектеу қойылға біраз көмегін әсерін тигізіп жатыр. Осы қазіргі кезде өздеріңізде балаларыңыз бар, тексеріп осы егов мобайл тіркеп қойсаңыздар, негізі бір жылдың ішінде оны байқап көруге болады. Жақсы оң көрсеткіштерін беріп жатыр осы таңда. Қазір бұл видеоролигін көрсетсе болады, қалай қосылуға болатын осыны. Қазір қолдан отыр. Бір секунд. Осы видеоны қолдан отырып, өздеріңізбен осы брифинг өткізіп отырып, сіздерде де өзіміз бірге осы егов мобайл парақшасын бәрін елге жеткізуге сұранамыз. Өйткені біздің органмен қолдан келгенше біраз жұмыстар атқарылып жатыр.
Сонымен қатар сіздерге аталған қызметті көрсету өткіздік. Енді балаларымызды оқушы және студент жастарымызға аталған қызметті пайдаланып өздеріне шектеу қойған дұрыс деп санаймын. Себебі бүгін ешкімге құпия емес, студенттер мен мектеп оқушылар арасында онлайн казино ойнау, бәс тігу деректері бар. Лудоманияға шалдыққан студенттер мен оқушылардың емделу деректерінде бар екенін атап өткен жөн. Осы дерттің алдын алу мақсатында бізбен қаламыздың 86 мектебі, 7 университеті және 4 колледж қамтылған жалпы саны 15.000 оқушы, 3.000 студенттерге осы бағытта түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Бұл да профилактиканың жүргізуінің бір шараларының бірі. Ең бастысы біз профилактикалық жұмыс жүргізуіміз қажет осындай уақытта. Сонымен бірге өздеріңіз байқасаңыздар, қала аумағында букмекерлік кеңселер мен тотализатор жарнамаларына шектеу қойылды. Атап айтқанда букмекерлік кеңселер мен тотализаторлар сыртқы жарнамасына, сондай-ақ олардың қызметтің көлік құралдарына, бұқаралық ақпарат құралдарына, кино, видео анықтама қызмет көрсету орындарына жарнамалауға тыйым салынды. Одан бөлек лотерея қызметін реттеу тетіктері жаңартылды. Тұрғын үйлерде, жатақханаларда, ғибадат үйлерінде, мәдениет ұйымдарының ғимаратында, бұл құрылыстарында, әлеуметтік объектілерінде, сондай-ақ олардың 100 метр қашықтығында радиуста лотерея билетін таратуға және лотерея терминаларын орнатуға тыйым салынады. Жалпы заңсыз ойын бизнесімен күресте департаментке заңсыз тұрған ойын автоматтары туралы ақпарат жолдайтын елдің белсенді азаматтары да маңызды рөл атқарады. Осыған байланысты департамент қала тұрғындары көмек беруге шақырады. Қаламыздың әрбір азаматта әлеуметтік жауапкершілік танытып, осындай фактілер жайлы бізге хабарласа деген сұранысымыз бар. Сонда ғана барлығымыздың лудомания зиянды әсерін қорғай аламыз. Егер сіз тұратын жерде ойын аппараттары орнатылса, ал ол туралы хабарламаны біздің департаменттің 77-14-48 сенім телефондарына хабарлассаңыз жеткілікті. Осымен назарларыңызға рахмет. Баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз болса. Рахмет. Келесі сөз Дәурен Бөрібайұлы, өзіңізге беріледі. Саламатсыздар, әріптестер. Мынау біздің департамент басшысының орынбасары Санат Жұмабайұлының сөзіне қосымша, біз негізгі қазіргі өздеріңіз білесіздер, қыркүйек айының өзінде өзіне қол жұмсау деректерін жиілеп кету. Басқа қалаларда біздің енді міндетті түрде мына қалада мынандай, ана қалада басқаша деген әңгіме емес. Осының тақырыптың өзектілігіне байланысты біз негізінде осы өзіне қол жұмсаудың негізгі себептері бұл лудомания. Лудоманияны жоғарыда департамент басшысының орынбасары айтып өткендей, бұл алкоголизм, наркоманияға теңестірілген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы уже аурудың түріне жатқызды бұны. Бұны емдеудің негізгі жолы лудоман адамның белгілері пайда бола бастаған кезде қоғамнан оқшаулайды. Мынау Егов Мобайл қосымшасы да 6 айдан 12 айға дейін бұғаттайды адамды. Ол ЖСН енгізу арқылы ата-анасы негізі ерікті түрде деп көрсетіледі. Мысалға айлық жалақысын толық әкемеу, жалпы біздің лудомандарға жасалған талдау 25 жас пен 32 жастың аралығында деген қазір талдау беріп отыр. Осы жас аралығында адамның айлық жалақысын толық әкемеу, қарыз алуы, негізсіз қарыздар алуы, осы белгілерді байқаған жағдайда міндетті түрде осы Егов Мобайл қосымшасын қолданса, сіздер арқылы біз осыны бұқараға барынша кеңінен таратсақ, дәрігерлердің айтуына қарағанда бұл 6 ай мен 12 айдың аралығында оқшаулау арқылы осыны қолға алуға болады екен. Адамды қайттан күнделікті тыныс-тіршілікке, қалыпты тыныс-тіршілікке түсіруге болады. Бұл енді қанша дегенмен саналы шешім болып есептеледі. Бәс тігу, құмар ойынға тәуелділік деген. Осы себепті біз мынау басқа өңірлердегі өршіп тұрған қол сұғушылықты болдырмаудың бір превентивті шарасы ретінде осы тақырыпты біз ұсындық өзіміздің бастамамызбен, департамент бастығының бастамасымен. Енді жаңағы жаман айтпай жақсы жоқ қой, біз барынша соңғы 2 жылда біз осы қала аумағындағы 140-тан аса мектептердің 75%-ын қамтыдық. Осы түсіндірме жұмыстарын жүргізуді.
оның ішінде интернет алаяқтық, лудомания, карталармен жасалатын алаяқтық және де мынау қаржылық пирамидалар бойынша. Бір шамаларыңызда сұрақ болуы мүмкін, енді олар негізінде жағы жас өспірімдер, оқушылар, студенттер кірмейді ғой деп. Жоқ, біздің талдау басқаны көрсетіп отыр. Біздің енді қала мегаполис болғандықтан мынау ауыл аймақтардан келген жастар қаржылық тәуелсіздікке қол жеткізеді, өздерінің стипендиясы бар, ата-анасының берген ай сайынғы жарататын ақшасы бар. Осыны ұлғайтамын, болмаса жаңағы қосымша үйге көмек ретінде бірінші кезекте адамның жұмыс істемей табыс табуындағы өзін өзі соған итермелейді. Одан кейін біздің Санат Жұмабайұлының сіздерге берген есебінде, баяндамасында негізгі мәселе бұл, сіздерде өздеріңіз слайдтан көрдіңіздер, өткен жылы 13 дерек, биыл 7 дерек деп отырмыз ғой. Жыл біткен жоқ, ол өткен жылдың 12 ай. Қылмыстың латенттігіне байланысты, бұл санаттағы қылмыстардың латенттігіне байланысты қылмыс ауытқыды. Қазіргі жағы көзбе-көз көріп, open деген жазулар қалада білесіздер ғой. Түнгі уақыттарда мына колс, адам көп шоғырланатын жерлерде, самал базарларында көп осындай деректерді біз түнгі 1,5, 2, 3 қарамаймыз. 7-24 жұмыс істеп, біздің мынау бірінші жедел басқарма деген бар. Одан кейін жедел тергеу тобы дереу незамедлительно 40 минуттың ішінде шығып үлгеріп, соны рәсімдеп үлгеруіміз керек. Осы нәрселерді іске асыру мақсатында бұны ұйымдастырушыларда қазір ғаламтор платформасына шығып кетті. Осы нәрсе біздің жұмысты күрделендірді, бірақ алайда біз осыған тосқауыл қоюға тырысып келе жатырмыз. Жаңа слайдта байқадыңыздар, Instagram, TikTokта онлайн ұйымдастырады. Оны анықтаудың әдіс тәсілдері бар, жедел жолмен. Әрбір білесіздер қолдарыңыздағы ұялы телефондарда электронды із қалады, цифровой след. Оның бәрін VPN арқылы басқа қылу, анықтау жолдары бар. Біз енді бұл жерде қазір жедел жұмыстарымыздың әдіс тәсілдерін ашып айта алмаймыз. Сондықтан осындай жолдармен бұл трудоемке өте күрделі, ауыр, ауқымды жұмыс. Одан кейін қазір біз 2 ауыз сөзбен 600-ден аса интернет сайттарды бұғаттадық дейміз. Бір интернет сайтты бұғаттаудың өзі өткен жылы 1,5-2 айға созылатын болса, қазір бұл мерзімді МЦРЯП біздің агенттік мерзімі қысқартты да 2-2,5 аптаның көлемінде біз бұғаттап үлгеріп жатырмыз. Бірақ дегенмен де бір сайт бұғаттасаң, параллельно 2-3 сайт шығып жатыр. Ол да заңды кәсіпкерліктің бейнесінде жасалып жатқандай болып көрінеді. Мысалға SMM-шіктерді білесіздер ғой, сайт ашады, басқа қылады. Оны біздің критериялар бар, тәуекелдер белгілері, соны анықтап, осындай мониторинг жұмыстары арқылы анықтап атқан жолдарымыз бар. Жалпы осы сұрақтарыңыз болса. Рахмет, әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Иә, мен Бақытжан Көпай ақпарат агенттігінен. Дәке, өзіңізден бастайық, жаңа айттыңыз ғой, өз-өзіне қол салулар бар деп. Негізі сұрақ қандай болып отырады? Сіздерді аналитикаға жауап бересіз ғой бәрібір. Өздеріңіз анализ жүргіздіңіздер ме? Осы Шымкенттегі жаңағы осы заңсыз ойын құмарына кіріп кеткендердің негізгі әлеуметтік тобы қай топ? Және олар жаңа қарызға кіріп кеткендері қанша проценті қылмысқа барып жатыр? Сол жайынша ақпарат. Талдау жасалған. Жалпы бізде қылмыстық кодекс, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 307 бабымен осы заңсыз ойын бизнесіне қылмыстық жауаптылық қаралған. Бұл баппен жауапкершілікке тартылған басым бөлік тұлғалар, жоғарыда айтып өттім, 25 жас пен 32 жастың аралығында. Одан кейін бұл бірінші, бұны ұйымдастырушыларға қатысты. Осы жерде қоса айтқым келеді, біз заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғанда бұрын ғимараттарды жалға алып, соны ғимаратқа барып ойнайтын. Адамдар көп шоғырланған базарлар, тағы да басқа да адам шоғырланатын, адам баратын жерлерде. Микрорайондарда, север микрорайондар. Енді бұған баратын адамдарға да талдау жасалды. Бұған баратын адамдар көбінде ортақол сауда саттықта жүрген, жалдамалы такси жүргізушілері, осындай күнделікті табысы 15-20 мың теңгеге жетіңкіремейтін адамдардың категориясында барады ойнауға. Бұл лудомандардың бізде криминология деген бар, білесіздер, қылмыстың шығу тегіне баға беруді заңды түрде. Осы криминологияда бұған итермелейтіні жұмыс істемей табыс табу, қосымша табыс көзінде көреді. Осыған оның үшінші мәселені айттыңыз, қаншалықты басқа қылмыстарға барады дегенде, бұл қылмыстар, лудомандардың негізгі категориясы алаяқтыққа барады одан кейін. Оны енді адамдар арасындағы алаяқтықты ішкі істер органдарының статистикасы жүргізеді де, көбінде лудомандарда
достарына, туысқандарына өзінің ресурсы лимиті таусылады. Келіншегі болса келіншегі, жақын інісі бауырынан жағдай қарыз алдыру, оларға несие оформып ету, одан кейін өзі болса да ол блокта болады. Каспий банк қой енді айтатынымыз қазір қол жетімді, жағы бір төлқұжатпен барып алатын. Одан кейін достарына кетеді. Осында уже туыстық қатынас алыстаған сайын сол туыстарының арыз шағым арқылы ұсталады. Түбінде біз оның лудоман екенін біліп жатырмыз. Түсінікті. Мен енді бұны алып келе жатқаным мынадай ғой. Сәке, сіз енді келіп жатыр екенсіз, оңтүстікке, құтты болсын қызметіңіз. 30 жылдан асып кетті. Тек қана ұсақ түйек осы ойын құмарына баратын адамдарды ұстайсыздар, ал қалада белгілі жаңағы барлық құзырлы органдарда істейтін және үлкен крупный бизнесмендер ойнайтын ойынды ешкім ұстамайды. Неге олай? Бәке, байқасаңыз, біз жаңа статистика вещь упрямая дейді. Біріншіден, жоғарыда айтып өткенде лудомандардың жасының категориясын айтып өттім бір. Екінші, өткен жылғы сотталған адамдардың біз соттылықты не үшін қостық? Сотталған адамдар саны 13 адамның 4-не ғана шектеу, 9-на жағы әртүрлі санаттағы бас бостандығынан айыруға емес жазалар кесілгенде өткен жылғыда. Биылғыда 4 адам бас бостандығынан айыруға жазасына кесілді, лишение свободы. Бұл это о чем говорит? Бұл нені айтады? Біріншіден 307-ші бап санатына қарай, бірінші, екінші тармақтары бұл орта дәрежедегі қылмыстар. Оған сот төрелігінде бас бостандығынан айыру жазасы қаралмайды. Үшінші тармағы қайталама жасаған үшін. Мен сізге артығырақ жауап берейін. Біз ұйымдастырушылармен күресіп жатырмыз. Ұйымдастырушылармен. Біз тек қана жаңағы оператор ғана емес, біздің практика алдыңғы 4-5 жылдың алдына қарайтын болсақ, в основном операторлар жауаптылыққа тартатын. Ұйымдастырушыларды біз жаңағы былайша айтқанда аяқ қолына кісен салмайтынбыз. Біздің методика өзгерді. Біз 307-ші бапқа өзгерістер енгіздік. Және де жаңа жоғарыда айтып өттім ғой, ойын нүктелерін ұйымдастырушы жалғалады ол залды жалға алып, залдың иесі жалға берушіні біз қылмыстық кодекстің ережесіне сәйкес екінші рет жалға берген үшін қылмыстық жауаптылығын ескерттік. Бұл да былайша айтқанда подворовой обход сияқты біздің жедел қызметкерлер бүкіл арендаторларды ескертіп шығады. Түсіндім. Мен ондай болса, Сәке, сізге айтайыншы онда. Сәке, бұл қылмыстың бәрі әлде де менің көз қарашымша ұсақ түйектерді бізде мен Ғабит Төреханұлы деген адамның ажалын зерттеген болатын журналистік. Ол кісі қалада үлкен миллиондаған долларға дейін ойын ойнайтын орындар жетеді. Оның бәрін крупный бизнесмендер, әкім, облыс әкімінің сол кездегі орынбасарлары, прокуратура және де құзырлы мекеме, ол кезде финполиция еді ғой. Финполициядан да ойнайтын жігіттер болған. Ставка өте үлкен. Соның ішінде жаңа Ғабит Төреханұлының өмірбайын айтайын деп жатқаным. Ол кісі үлкен қарызға кіріп қалды. Үйін сатты, бәрін сатты. Ақырында заводтың директоры оған қарызын өтеу үшін өзінің конкурентін өлтіруді тапсырды. Ол өлерден бір күн бұрын шешесіне келіп айтты: ана ертең мен өліп атсам, мені өлтірген кәсіпкер, мен оған қарызбын, ананы өлтір деді, өлтіремадым деді. Эксгумация жасады, сүйегін шығарды, бәрін тексердік. Мен айтып атқаным осы. Жарайды, ұсақ түйек ары қарай, яғни алаяқтықпен ғана аяқталады екен. Ал үлкен мына жердегі қаладағы ойындарда не деген ойындар жүреді? Біз осы Шымкенттің тұрғыны болғаннан кейін бәрін білеміз. Істер кезінен келатқан ойындар. Миллиардтаған теңгелер кетеді, миллиондаған доллармен. Қарызға батады, қарызға батқандарды ақырында қылмысқа итермелейді, ауыр қылмысқа, заказное убийствоға. Бірақ солардың ешқайсысы әлі зерттелген жоқ. Біз қаншамасын көтеріп жатырмыз, ДВД-да қалып кетеді. Егер тергеушілер сауатсыз болса, басқа тергеушілерді шақыр дейміз. Оларға ешкім тісі батпайды. Ал прокуратура АДГС-тегі өзінің отчетында анық айтты: мемлекеттік қызметкерлер өзінің жұмыс орнында отырып та ойнайды деп. Прокуратураның санағы. Біз осы күнге аламай. Порнография көреді, және лудоманиямен айналысады. Ол ұсақ түйек, тағы да айтамын. Қала үлкен крупный ойын ойнайтындарға кімнің тісі батады? 30 жыл болды. Қаладағы көптеген заказной убийствоның түбірі сол жақтан шығып отыр. Сіз біраз орынды нәрсені көтеріп отырсыз. Оның ешкім кім істейді, заң бәріне бірдей. Шыны керек, жасыратын еш нәрсе жоқ. Бұл қылмыспен тек қана біз ғана емес, басқа да құқық қорғау органдары айналысып жатыр. Егер де бұндай білетін жерлеріңіз болса, нақты мәлімет болса, сіз бізге ол айтсаңыз болады. Біз жұмыс жасаймыз, біз тіс батады, батпайды деп бұл жерде бөлмейміз. Екіншіден, жаңа қосып айтатын, сізде егер де анық білмейтін болсаңыз,
елден естіп жатсаңыз, ана жерде ойнап жатыр, ол көше арасында бола береді ондай. Ана жай ғана лотоны қазіргі лицензиясы бар лотоматикті. Елдер келіп, оны ана жерде ойындар болып жатыр деп айтуы мүмкін. Сізге ол басқаша жету. Бір сөз, 10 сөз болып қосылып, 20 сөзмен сізге мынандай үлкен қылмыс жүріп жатыр деп айтуы мүмкін да. Сізден бір сұранады. Егер аты жөндері болса, хотя бы кішкене информация дейді ғой, кішкентай бір аты жөні болса, бір шетін ұстап қалатындай бір бізге хабарлама берсеңіз, біз ол жұмысты атқарамыз. Қандай не істеліп атқан, қандай бүгінгі таңда біздің қолымыз ұзын, біраз нәрсе жұмыс атқара аламыз. Егер де жаңа мен өзім қызығып кеттім, сіз онда миллиондаған, как будто біздің бір Қапшағайда ма или шетелдегі бір Лас-Вегаста өмір сүріп, еш нәрсені байқамай жүргендей болып қаламыз да. Мына брифингтің болып жатқан себебі де, өткізіп жатқан себебі де біз ашық жариялап, бізде халықпен бірлесе бір жұмыс атқарсақ деп. Бұл ашық жұмыс. Бұл жерде жасыратын еш нәрсесі жоқ. Сәке, енді қазір өзгеріс болғаннан кейін айтып жатырмыз ғой. Мына кісі біледі, Финполицияда істеген, біз қанша ақпарат бергенбіз, айтады. Бүгін береміз ақпарат, онда айтты, Бақат, сен не болды, стукач болып кеттің ба, не анау мынау деп шығады бізге. Ақпарат сіздерден ағып кетіп жатқаннан кейін айтып жатырмын. Бұрын енді Финполиция, одан кейін біз істемей қойдық. Ал бірақ қазір дәл сол мафия әлі істеп жатыр. Оп-оңай ғой, қай жерде ит төбелес, қораз төбелес бізде тола ғой қарада. Барсаңыз сол жерден жайлап шығып кетесіз ары қарай. Я болмаса ендіріңіздер өздеріңіздің шпионды. Бірақ тоқтату керек қой. Әрине. Жұмыс істеу керек қой. 30 жыл бойы ешкім істемей келді. Енді істесеңіз деп жатқанмын. Сізді жаңа бізде заңда бізге ыңғайлы жаңа күшейіп келе жатыр ғой, соны түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр ғой. Қайталап. Енді қазір басшыңыз да полицияда істеп осы өзіміздің Шымкентте жүрген жігіт қой, ол бәрін біледі ғой. Мен сол үшін сізден сұрап жатырмын. Істеп көріңіздер, көрейік. Болмаса тағы да қол сілтей салайық, тағы бір екі убийстводан кейін айта қаламыз. Сілтеу болмайды. Сіз сеніңіз. Мен тағы да айтамын. Ғабит Төреханұлы, мен сізге фамилия аты жөнін айтып жатырмын, жертваның. Мен эксгумациясына да бәріне қатыстым, болдым. Пойыздың астынан өлігін бірақ тапты, ертесіне. Бүгін айтты, ертесіне. Мырза, бізде реклама бар. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыздар ма? Мен есімім Гүлдана, Отырар телеарнасының тілшісімін. Жаңа айтып өттіңіздер, заңсыз автоматтарға қатысты тұрғындардың өздері де хабарласа болады деп. Осындай хабарламалар негізі қанша түсті, тұрғындар бұл тұрғыда қаншалықты белсенді, және осындай заңсыз ойындарға, заңсыз автоматтарға қатысты сіздерге хабарлама берген тұрғындарға белгілі бір көлемде сыйақы тағайындалған ба? Сәке, мен жауап бере берейін. Жыл басынан бері осы ойын автоматтарына қатысты сенім телефонымызға 3 ақпарат түсті, 3-еуі де өз дәлелін тапты. Ол іске асырылды. Ал сыйақы жөнінде жоқ, ондай қаралмаған бізде. Бұл басқа қызметтердегідей. Бірақ бұл азаматтардың неравнодушный дейді ғой. Ол бірінші кезекте өзінің бала-шағасы, ағайын туысы дегендей. Бізде арнайы сіз келсеңіз, біз сыйақы береміз деген нәрсе жоқ. Оның себебі бұл қылмыстар сыбайлас жемқорлық санатындағы латентті қылмыстардан төменірек жүреді. Есть очевидности, да? Рахмет. Екінші сұрағым тақырыпқа қатысы жоқ. Дегенмен енді сіздердің келіп отқан сәтті пайдаланып сұрағым келіп отыр. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің ректоры ұсталды деген ақпарат тарады. Дегенмен сіздердің тараптарыңыздан ақпарат расталған жоқ. Ұсталғаны рас па? Жаңағы наличный парамен ұсталды деп айтып жатыр ғой. Тақырыпқа қатысты сұрақ қойсаңыз өтініш. Осы сұрақ қана. Соны айтатын. Жарайды, оған қатысты да білімге қатысты біз тағы да бір брифинг өткіземіз. Қазір ашықпыз ғой. Бүгін таңда білем, түсінем, ақпарат беріліп жатыр біздің агенттікпен. Соған оқып көре берсеңіздер болады. Астанда тергеу амалдары жүріп жатыр. Біз ашылып ештеңе айта алмаймыз. Тек қана сіздер емес. Бұл жерде басқа да мекемелерден бізден сұрап жатыр. Келесі жолы жауап береміз. Келесі әріптесімізге сөз берсек. Сұрақтарыңыз бар ма басқада? Қайырлы күн.
Есімім Аружан, Хан телеарнасының тілшісімін. Жалпы интернет алаяқтық туралы айтып қалдыңыз ғой. Соңғы кезде осы 10 жылда 7 есеге өскен екен интернет алаяқтық. Бірақ қазір бір заңгермен сөйлескен болатын. Ол кісі айтады, шет мемлекеттер банктың шотын біліп алып, сосын оның шотындағы бүкіл ақшасын алып қояды, бірақ кейін қылмыстық іс қозғалады, бірақ жабылып қалады дейді. Өйткені біз ол қылмыскердің кім екенін анықтай алмай жатамыз дейді. Осыған байланысты қазір қандай шаралар атқарып жатырсыздар? Қылмыскерді анықтау бойынша, мысалы шет мемлекет, көбінесе Москвада отырғандар немесе басқа елдегілер алдайды дейді. Ал ол істі ашып қарау, жалпы қылмыскерді анықтау қиынға түседі деп жатыр. Бұл қаншалықты рас? Мен жауап бере берейін. Негізі қазір таңда өте бір актуалды мәселелердің бірі осы сіз 7 есе деп отырсыз ғой. Интернетті қолдану аясы күннен күнге қазір өсіп келе жатыр. Қазір интеллектуалды сана деген бар қазір. Бұл қылмысты анықтау расында да оңай емес. Себебі өте дұрыс айттыңыз, қазір мынау 2021 жылғы ақпан айындағы басталған мына көрші елдегі жағдайға байланысты бүкіл Ресей Федерациясының, Белоруссияның, Украинаның, жалпы негізі СНГ-дағы тәуелсіз мемлекеттер достастығындағы мынау компьютерлік технологияларға анағұрлым жақын елдерде олар. Олардың басым бөлігі хакер дейміз біздің тілде. Солар біздің елдерге, Средний Азияға, Орталық Азияға, Өзбекстан, Қазақстанға, ол енді Орталық Азияда интернет продуктілерді өте көп, жиі әрі сапалы, тиімді пайдаланатын ел біздің ел, Аллаға шүкір, білесіздер. Сондықтан бізге ондай сырттан шабуылдар болып жатыр халыққа. Ол нәрсені алдын алуға барлық органдар қазір жұмылдырылған. Оның күрделілігі расында VPN арқылы анықтаған кезде шетелден шығады. Біздің Қазақстан Республикасының заңнамасының әрекет етуі бар. Действие закона в пространстве. Соған байланысты біз халықаралық құқықтық көмекке шығамызда, оның бәрі үлкен күрделі процедуралар бірнеше уақытқа созылатын. Сондықтан оны қылмыстың орын алып қойғаннан кейінгі нәтижесімен емес, превентивті шара ретінде барынша біздің жоғарыда айтып өткенім бар ғой, түсіндіріп жатырмыз. Сіздерге банктен бірақ жағдайда звондайды, сол заемщик болып жатсаңыз, болмаса кредитіңізді төлемей жатсаңыз. Ал басқа жағдайда миллион теңгең сізге несие оформить етіп жатыр, сим картаңыздың мерзімі өтіп жатыр дегеннің бәрі алаяқтардың жұмысы. Осыған өте мұқият сақ болу керек. Біз тек қана осыған шақырып жатырмыз. Ал интернет алаяқтарды үлкен істер бар. Біздің Шымкентте емес, сыртта өңірде агенттіктің қатысуымен болып жатқанда. Себебі бұда мемлекеттік органдардың өзара тиімді іс-қимылын қажет етеді. Ол бар, орын алып жатыр. Жалпы осындай жұмыстар бар. Біз оны біліп отырмыз. Отслеживание, мониторинг бар. Біздің Санат Жұмабайұлы айтып өтті ғой, біздің агенттіктің қазіргі следуй за деньгами деген принципіміз бар. Ақшаның артына ізінен жүр дегенде, ол із қалады. Бірақ өкінішке орай хакерлердің жолдарын анықтау кішкене күрделіліктер бар, бірақ анықталады. Уақыт керек. Жалпы осы. Рахмет. Екінші сұрақ. Қазір онлайн гифт деп атап қалдыңыз ғой, Инстаграм әлеуметтік желісінде біздің халық құқықтық тұрғыда сауатсыз әлі күнге дейін қанша айтылып жатса да, бірақ мәселен бір ақша немесе көлік тіркеледі десе 5000 теңгесін айтады, бір билет сатып алыңыз, 5000 теңгеге 3 билет сатып алсаңыз, сіздің ұту мүмкіндігіңіз өте жоғары болады дейді. Ал кейін халық өтірік, заңсыз ойын екенін біліп алданып жүреді. Дәл осындай заңсыз гифт, заңсыз сауда деген сияқты біздің Шымкентте тіркелді ме осындай жағдайлар? Және де олардың қалай алдын алуға болады деп ойлайсыздар? Жаңа біздің департамент басшысының орынбасарының мысалында Land Cruiser ойнатылды деп айтып өттіге, 5000 теңгеден лотереялар болды, 100 000 теңгеге дейін. Мынандай ғой, мен сіздерге келіспеймін, халықтың сауаттылығы төмендеген. Керісінше біздің әсіресе оңтүстіктің, Шымкенттің, Түркістан облысының халқының сауаттылығы, қаржы табу сауаттылығы, кәсіпкерлік жилкісі өте жоғары. Мен сізге мынандай айтайын, біз қаржылық пирамидамен күресіп жатқан кезімізде, қаржылық пирамиданың мерзім өміршеңдігі деген бар да, кісілер бір қаржы пирамидадан Q-неттен опық жейді 2 миллион 3 миллионға. Басқа қаржы пирамида ашылады, гарант 24 деген дейді. Баратта бірінші болып салым салсаң дейді, 2 айға дейін ақшаң қайтады екен деген осындай түйсік бар. Бізде аз қимыл, көп табыс табу, то есть алчность. Біздің халықта осы нәрсе бар. Өзін өзі апарат, біліп тұр оның заңсыз екенін.
түсініп тұрсыз ба, біліп тұр, бірақ жаңағыдай өзінің ішіндегі азартын, нәпсі дейміз ғой, нәпсісін тия алмай, мен осы жерден бәрібір анау жабылам дегенше пайда тауып қалам деген осындай әрекеттеріміз де бар, жоқ емес. Бұл бір. Екіншіден, жаңағы лотоны ойнату, ол Қазақстан Республикасының лотереялар және лото қызметі туралы заңынан лицензия алу керек. Бізде бір оператор бар ойнатылатын. Оны да жаңа айтып өтті, 100 метрге дейінгі қашықтықта лото аппараттарды, лото билеттерді сатуға тыйым салынған. Оны да жарнамалаудың тетігін біз реттедік. Бұның бәрі біздің агенттіктің парламент депутаттарының тобы бар. Руслан Берденов сияқты сол кісілер арқылы біз осыны проталкивать өткізіп жатырмыз. 3 жылдан бері біз осы жұмысты жаңағы жарнаманы тоқтату, интернеттегі мысалға Киного сайттарға кіресіздер ғой, қайта 1xbet шығады. Маған студенттер, оқушылар сұрақ қояды. Бұның доменінің бәрі Россияда орналасқан. Жарнама туралы заңы олардікі бөлек. Оларда ол тыйым салынбаған, бізде тыйым салынғанда. Біз осыған жайлап баяғы порно, басқа да сайттарды шектеу сияқты осыған келе жатырмыз. Алла қаласа біз енді бұны проблеманың бар екенін білеміз, оған күресу жолдары қазір адымдап келе жатыр. Жалпы бұндай примерлер бар. Қазір біз сіздерге наглядный пример айттық. Соншама біріншіден бұл жерде тағы айтатын нәрсе, себестоимость деген бар, өзіндік құны кез келген тауардың. Мына iPhone телефонының құны 400 мың теңге. Мен студенттерге айтам, сен қалай өзінің құны 400 мың теңгені 250 мың теңгеге ұтып алам деп ойлайсың? То есть аламын деп. Ол жерде 30 емес, мынаған жазылсаң, мен саған мынандай бағаға берем дейді. Негізгі экономикалық түрткілерді білмеудің салдарынан болады кейде. Біздің департаменттің басшылығы өткенде қала әкіміне ұсыныспен шықты. Мектептердегі экономикалық теория деген пәнді алып тастады осыдан 2 жыл бұрын. Соны қаржылық сауаттылық негіздері деген пән қылып кіргізсек, несиенің зардабы, қандай жағдайда ипотека алуға болады. Мектепте бұл нәрселер үстіртін өтіп кетеді. Бізге қажетті ИП-ны қалай тіркеу керек, қандай жағдайда созайымшық болмау керек деген тақырыпты мектеп қабырғасында үйретсек бар ғой, біз дайын кәсіпкерлерді өсіреміз деп ойлаймын мен. Біз осындай ұсыныс бердік қала әкімдігіне, білім басқармасына жалпы осы. Рахмет. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Енді біз мынадай сұрақтарға назар аударсақ, Шымкентте құмар ойындарға тәуелді адамдардың санын азайту бойынша қандай шаралар қабылдануда? Енді жаңада азайту докладымда өзім оқып кеттім, айтып кеттім ғой. Ең бастысы біз түсіндірме жұмыстарын қазір атқарып жатырмыз. Оған қазір мектептердің барлығына түсіндірме жұмыстарына өткізді, колледждарына, университеттеріне. Енді және де осы мына өткізіп жатқан брифингтарымыз бар. Мен ойлаймын, сіздер қазір өздеріңіз подписчиктарыңыз бар, ары қаратай жеткізесіздер, олар да ары қаратай бұлай қолымыз ұзарады деп сенем. Негізі енді жаңада осы сұрағыңызды бәрін талқыладық қой, бұл қайталап бұның қажеті жоқ деп ойлаймын. Келесі сұрақ. Кибернадзор жүйесі арқылы қанша заңсыз веб-сайт бұғатталды? Веб-сайт. Веб-сайт ма? Веб-сайтты жаңа айтылып кетті ғой, 600-ден астам веб-сайттар бұғатталды. Осы уақытқа дейін 9 айдың ішінде. Рахмет. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Осымен сұрақтар болмаса, бүгінгі баспасөз конференциясын аяқтаймыз. Құрметті спикерлер, бүгінгі баспасөз алаңына келіп бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап бергендеріңізге рахмет. Аман сау болыңыздар.